Бүгінгі аналардың аңыздағыдай арыстанның жүрегі мен аюдың өтіне жерік болмай, көшеде жағалай сатылатын бір кесек топырақ пен әктен жасалған борға аңсары ауы алаңдауға тұрарлық жағдай. Себебі саз кесектің құрамында түрлі паразиттер болады. Ол кесек арқылы адам ағзасына түскен соң дамиды, үлкейеді. Өйткені адамның жеген тамағымен қоректенеді. Ал сыртқа шығаратын нәжісі адам денесіне у болып сіңіп, зат алмасу процесін бұзады. Нәтижесінде зат алмасу бұзылған адам аурушаң болып келеді. Тіпті нәжісін шығармай 20-30 жылдап ағзада мекен ететін паразиттер де бар. Сондай-ақ халық арасында саз кесек жеу қаназдық ауруына әкеледі деген түсінік бар. Олай емес, керісінше, қаназдық ауруымен ауыратындар саз кесекті жегісі кеп тұрады. Қарапайым тілмен айтқанда, қалыптан тыс нәрселерге әуес болады, яғни жегісі келмейтін нәрселерді жеп, жеуге болатын тағамдарды жемеуге айналады. Мамандар саз кесектің құрамын зерттеді. Оның құрамында қорғасын, кадмий, мыс, мырыш бар екені анықталды. Бірақтан да бұл металдардың көрсеткіші нормадан асып кеткен жоқ. Асып кеткен жағдайда адам денсаулығына зиянын тигізеді. Кесек немесе борды көп жейтін адамның іші қатып, асқазаны да бұзылады, және де беті жарылып, көзінің асты қарауытып, қаны азайып кетеді. Егер сізде қаназдық болып, дәрумен азайып, кесекке құмар болып, тәуелді болып қалсаңыз, онда міндетті түрде дәрігерге тексеріліңіз. Егер сіз жүкті болсаңыз, онда тек өзіңіздің емес, болашақта дүниеге келетін балаңыздың да денсаулығына зиян тигізіп жүргеніңізді ойлаңыз. Егер кесек жесеңіз, сізден туылған бала да кесекке құмар болып туылуы мүмкін. Біздің ағзамыз топырақты қорытпайды. Ол денеден толық шығып кетуі үшін ауыз қуысы, бауыр, асқазан, шек жолы, бүйрек сияқты детокс органдардан өтеді. Бұл детокстың негізгі 3 фазасы бар. Ол 3 фазаның біреуінде бұзылыс болса, немесе ағзада С, Д, цинк секілді дәрумен жетіспегенде бойымыздан сыртқа шығып кетуі тиіс заттар дұрыс шықпайды. Соның әсерінен тұз, құм пайда болады да, ол тастың түзілуіне ұласуы мүмкін. Сондықтан адам күнделікті не ішіп жеп жүргеніне аса мән беруі керек. Егер өтке немесе бүйрекке тас жиналса, әрі ол ерімейтін түрі болса, сол ағзадан айырылу қаупі өте жоғары. Тіпті дәрумен қабылдаса да міндетті түрде дәрігермен кеңескен жөн. Назарларыңызға кесектен арылудың бірнеше жолдарын ұсынамын. Алдымен кесекке деген жаман ой қалыптастыру қажет, яғни сіз оған қарағанда жүрегіңіз айнитындай болуы керек. Ең бастысы денсаулығыңызды ойлаңыз. Уақыт өте асқазанның түрлі ауруларына шалдығуыңыз мүмкін. Сонымен қоса кесек жейтін адамның 70% анемия екенін ұмытпаңыз. Кесек жеу тәуелділікке әкеледі. Сол үшін аз-аздан күнделікті жейтін көлемін азайтып отырыңыз. Кесектің орнын дәруменге бай түрлі көкөністер немесе жеміс-жидектермен алмастырыңыз. Бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймын. Видео пайдалы болса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.